Жолдар бе. Өмірдің өзі сапар. Мына жолда қаншама жолдас табасың, жолдасын аласың. Осы жолдан әйтеуір тайып кетпей, сүрінбей, түзу жүруге тырысамыз. Бұл жолдың өзі кедір-бұдыры бар, асуы бар, қаншама мезгілі бар дегендей. Осы жолда қаншама мен достар таптым. Тілеулес ағайындар таптым, көрермен таптым, тыңдарман таптым. Қаншама батасын берген сондай қазақы тамаша адамдармен кездестім. Жол мұраты жету деген сол мақсат мұратымыздан адастырмас екен деп тілеймін. Көшкенде жылғайдай алам қолыңа алушы едім саған Әйтті! Дауысыңмен сол. Түскенде сені сәнме Ер қанаты ат деп жатады. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек. Жігіттерде жігіт бар, азаматы бір бөлек дегендей. Тегінен тегін емес шығар. Бабаларымыз өмір бақи тұрмыс тіршілігін осы жылқымен байланысты болғаннан кейін біздің де кейде түсімізге тұлпар мініп, ой бір сардалада шауып жататынымыз, содан кейін қазақты жылқы мінезді деп жатады. Біз өзі ат ұстамасақ та, бірақ бәрібір керемет тұлпарларды көріп атсақ, жүйріктерді көріп атсақ, сүйсініп тұрып қалатынымыз рас. Жастайымнан жаттап өскен жыр ойым, мынау менің туған жерім бар ойым. Осы жерде тозып тұңғыш көйлегім, осы жерде өткен қызық бал ойым. Осы жерде тозып тұңғыш көйлегім, осы жерде өткен қызық бал ойым. Жапырыла жасыл желек құрағың жарқынымен сыңғырлайды бұлағың. Қасиетіңнен айналайын, туған жер көкмайсаңды құшақтай кеп құладым. Қасиетіңнен айналдым ай туған жер, көкмайсаңды құшақтай кеп құладым. Ардақты ағайындар, көріп отырсыздар, елге келіп жатырмыз. Елдің берекесі, елдің ауызбіршілігі, жалпы ниеті бөлек қой шіркін. Білесіздер өздеріңіз. Амангелді Атшабар деген бар ғой, мына жерде әдейі көкпарға арналған ғой осы жерде. Күшті қып істеген, елдерге ыңғайлы болсын деп. Брат, мынау менің кішкентай қызым. Құдай берсін. 8-ші қызым. Тілі шықпайды, соған кішкене бата беріп жүресіз ба? Алла тағала. Ал мен деңіз, Роза апасы сияқты бұлбұл болсын ертең, Құдай қаласа. Тілі шықсын ертерек. Бақытты ғұмыр берсін, әдемі тағдыр берсін. Аумин Аллах. Рахмет сізге. Жақсы, аман бол. Шығады бұйырсын тілек.
Жақсы ауылдың адамдары, Иә, күшті. Қарапайым. Қарапайым, тазалығы бөлек. Ассалаумағалейкум. Туған ай деген әпкеміз осы жағында. Өнеркәсіп саха. Бүкілінен. Сіздің тойыңыз дегесін біз бәріміз шүкіріп атырмыз. Рахмет, Апатайым, аман болыңыздар. Турникеттер бұлай қабыразын көріпті жетеді ғой, главный жар болса. Алдын ала біздің аттар жүреді ғой, шу. Аттар жүре берсін, мынаның артына кішкене қазан ошақта, умывальник, мусорный ящиктеріне толтырып. Машиналарға алып болады. Қазір 5-те келеді деді, мына крандары, тураларын бүгін қойып. Енді әлі келмей келмеді, енді келеді, 5-те келеді деді ғой. Гаилер бәрі жүр. Қарсы дайындалып жүрген уже келіп суытып жатыр ғой бәрі, уже жан-жақтан келіп аттар. Ертерек келіп. Кеше айтып жатыр ғой. Алдын ала бір кішігірім көкпар өткізген ғой осы төңіректегі ауылдардың бәрі. Мынаған дайындық деп. Ошаға келіп көкпар берейін деп жатырмын. Өзімнің әріптестеріммен өнерде жүрген ағайындар бірге концерт беремін. Осы елдің батасын алайықшы деп осы күнге дейін батамен өсіп келе жатырмын ғой. Қанша ауырған кездерде тілекші болған осы өзімнің жақсы көретін сүйікті қара көздерім, ағайындарым, тыңдармандарым, солардың батасымен өсіп. Ең басқы мәселе бата алу. Елдің бірлігі деген осындай күшті ауызбіршілік. Келіп күйзелерін тігіп, бұның бәрі еңбек қой былай қараса. Қонақтар келеді деп сонша жерде. Қарасақ динамик көкпар деп жазған. Бата көтмен. Көріп отырсыздар қазір қандай дайындық, жеңгелерім бауырсағын пісіріп жатыр, ағайындар келіп, уықтарын керейлерін құрып, күйзелерін алып келіп жатыр. Біреу қандай көмек керек, бізден не керек деп. Сондықтан қатты қуанып отырмын, білесіздер. Мен көбінесе әндерімнің репертуарым ішінде туған жер туралы, ауыл туралы әндер көп менде. Бала күнінен ауылда өскеннен кейін ба, сол туған жер туралы көп әндер айтамын. Өйткені қазір енді қалада, жырақта жүреміз. Кейде түсімізге кіреді осы туған жердің топырағында жүрген, аунап-қунап жүрген, бірге өскен достарым. Сондықтан ең бірінші осы түтіні түзу шыққан деп айтайықшы, ауылдағы ағайындарға бір үлкен көкпар беріп, батасын алып, сол сағынышымды бір басайын деп келдім. Ауылға келсең осы рахат, ауызбіршіліктер елдің жеңешілеріміз ертең тамағын істеп жатыр. Ағайындар келіп күйзелерін тігіп жатыр, қонақтарын келеді ұят болмасын деп. Ауылдың осындай күшті. Елге келсең бір рахаттанып қаласың. Ертеңге дайындаватсыңдар ма? Рахат дайындаватыр. 6 барат шығады. 6? Құдай қаласа. Вау! Мәне біздің ауылдың батырлары қандай болады. Тойдың боларынан болады қызық деген шынымен де қазаққа. Бұл осы көкпарды берем дегеннен бастап түкпір-түкпірден жалпы ат ұстайтыны бар, ат түсінетіні бар, көкпарды сүйетіні бар, сүймейтіні бар. Бәрі жаппай осыны шулап жатыр. Осы боладыны өзі қызық болып тұр. Елдің рухын оятатын балаларымыздың жалпы ат үстінде жүрген қазақпыз деп айтады ғой. Сондықтан бұл аттан қазақтың бір жан досы сияқты көрінеді маған, аттың өзі, жылқының өзі жалпы. Сол ат үстінен түспей біздің ерлеріміз аман болса екен, ертең палуан жығылмай, ат сүрінбей, жақсы өтсе екен деген тілегіміз бар. Жазира кең байтақ қазақтың даласы, сыр менен еділдің арасы. Арманы тауындай асқақ қой қарашы, қалдыр
азаттықтың баласы. Бір ел болса біздей болсын Алатаудай айбары, Көгіндегі қыран құстай желбіреген байрағы. бір ел болса біздей болсын азаттықтың айғағы. Татулық пен берекенің бұзылмаған ай қаймағы. Aldarыңызға Мейрамбек Бесбаев ағамызбен қолдап қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді. Қазақтың жүрегінен қоңыр даусымен орын алған ағаларымыздың бірі Мейрамбек Бесбаев Король ағамыз. Мен Алтынбек Қоразбаев. О елім, жұртым, жерлестерім. Мына бүгінгі той қыласын. Еліміз аман болсын. Жұртымыз тыныш болсын. Қырдан бер, Құдай ойдан бер, қора толған қойдан бер, өріс толған жылқы қыл, әзіл сауық күлкі қыл, қора толған сиыр қыл, жақсылыққа үйір қыл, көштің басын түйе қыл, ен дәулетке ие қыл, ошақтың басын Мейрамбек сияқты ұл қыл, оның абыройын дүниесін бүткіл қазаққа пұл қыл. Әумин. Мына Алтынбек ата арнайы сізге шапан жауып жатыр мына. Мына арнайы оригинал түлкінен мына жасалған бәрекелді. Мына Мейрамбек ағамыздың әкесі Әбіләшім ағаға микрофон кезегін ұсынатын боламыз. Ал Құдайым оңбасын, жаманшылық болмасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, осындай жас күндер қазағымызда көп болсын. Аумин. Бәрекелді мына қадірменді жастар олай болса мына көптен көпкен елде батауын көкпен бастаймыз. Айбол Айтеков, Айбол бәрекелді. Асланбек Шамболовқа дейін көкпен. Жалғабай келе жатыр Асланбек Шамболов, Асланбек Сейдолла. Жаман 25 миллион алатын жетекті жаман 25. Жас бала боп, боз бөрікті киіп, боз торғайды сахнада орындағанда, талай қазақтың мұны қабырғасы қайысып, талай қазақтың мұны тамағына өксік, жанарына жас келген ағайын. Мұны сонда бұл бар жоғы 10-11 жасар бала еді ағайын. Бүгін мұны 50-ге келіп еңселі ер атанды, еліне келді. Ұлтарақтай болса да, туып өскен ел қымбат, ат төбеліндей болса да, кіндіктің таман, жер қымбат деп мұны жеріне келіп той беріп атқан жасасын Бесбаев. Бұл көкпар деген ойында жүрген бір жоспарлардың бірі. Қаншама ағайындармен бірлесіп жасаған екен. Бұл үлкен еңбек. Ар жағында бұл уақыт, ат ұстайтын адамдарға құрмет. Бұл өзіміздің жанымызға берген бір қасиеттердің бірі деп айтам. Енді тегін емес шығар, кейбір аңыз әңгімелерде жылқыны жалпы қол үйреткен ең бірінші біздің бабаларымыз деп жатады. Сол тұрғыда мен туған жерге барып, бүкіл қазақтың алталашының осы ат ұстаған ағайындардың бәрін басын қосып көкпар берген кезде әсер, ол әсерді қазір әлі күнге дейін айтып жеткізу мүмкін емес. Қазір есіме түскен кезде осы қалада тұрсақ та, анда-санда осы қаланың маңайындағы ат ұстайтын ағайындардың жеріне келіп, аттарға қарап, сүйсініп, бір табиғатпен тілдесіп, бір рахат күй кешетініміз бар. Көп адам түсінбеуі мүмкін, бұл не деген дарақылық, ақша шашу ма деп. Бұл олай емес, бұл бабадан келе жатқан, бұл біздің дәстүріміз. Сол берген көкпарды әлі күнге дейін қазір елде жыр қылып айтып жатады. Енді ондай біздің көкпар бола ма екен, болмай ма екен деп әрине болады. Енді Мейрамбек бауырымыз осы тойды 2,5 ай бұрын хабарлады. Осы Қазақстан халқы бүкіл
шабандозы көкпар шауып жүрген қазақтың азаматтары, батырлары бәрі өте бір жақсы дайындықпен келіп жатыр. Мейрамбек сияқты азаматтар көп болсын. Тілекшіміз көкпарға тігіп жатқан 25 миллионды бұл Жамбыл өңірінде, Жамбыл облысында дәл ондай үлкен салым тігілген емес ешқашан. Көз жобамен енді 1000 ат көріп тұрмын қазір. Енді көз жоба. Каждый ат ұстап шыққан жоқпыз, бірақ 1000 ат жайынан бар. Өйткені Қазақстанның барлық жерден келді. Енді бек көкпар берген кезде біріншіден ауызбіршілікті байқадым. Несібесін көкпардан тауып жүрген ағайындарға деген жұрттың құрметін байқадым. Ол кісілердің еңбегі бөлек екен. Біз түсінбейтін қыр-сыры көп. Көкпар деген жай ойын емес екен. Бұлдың ар жақ бер жағында береке жатыр екен. Мына ауызбіршіліктің ағайындардың татулығын бірден бір алып келетін бір үлкен өнер екенін байқадым. Кейде байқалып жатады, көп жігіттердің нәзіктігі, көп сөйлеп, жаңағы аз істейтін жаңа шаруаны. Бұл тұрғыда осы жігіттікке үлкен тәрбиелейтін бір спорттың түрі ма деп те ойлап қалдым. Дос деген үлкен ұғым бар. Менің достарым бала күннен барып басталады. Одан кейін оның кеңістігі үлкейді. Қазір осы қара домбыраның осы өнердің арқасында Қазақстанның түкпір-түкпірінен қаншама дос таптым. Осы көкпарда достарыммен марқайдым, достарыммен қуандым, мақтандым. Бір досым әйтеуір садақасын беріп, бір досым көңілін беріп, ниетін беріп, сөйтіп салымына көмектесіп, әйтеуір бір сен жасап атқан дүниеңді бізде бір иықтырып, көмектесейік деп, қаншама көңілдерін білдіріп, достарым жасай берсіңдер, аман болыңдар. Енді қазақта 7 қазынаның бірі деп жатады ғой. Қыран бүркіт, құмай тазы, жүйрік ат, түзу мылтық деген. Осыларды көргенде жанымыз жай табады. Бісміллә, қазір томағын сыпырайшы. Ат жаны бар. Қандай сұлу.